Сағыныш, сағынышты сары түсті болады деседі. Сағыныштай сарғайып, сағыныштай сарала жапырақтар. Бәлкім, сағынышты әр түсте сезінуден мүмкін-ау, кім білсін. Маған сол сағыныш дегеніңіз сары емес, көгілдірлеу, күреңдеу секілді сезіледі. Тауып стелі алмағы көгілдірлеу, күреңдеу түсті, сағынышты сағымға бөленіпті. Әдебиет пәнінің періштесі хикаятында тебірене толғанған көркем сөздің шебері, жазушы Мархабат Байғұттың өзі де бүгінде сол көгілдірлеу, күреңдеу сағынышқа айналып кеткендей. Мамыр публицист, жазушы, көркем сөз шебері, драматург Мархабат Байғұттың туған күні. Әдеби ортада ұлыс тілді жазушы атанған Мархабат Байғұт егерде көзі тірі болғанда 80 жасқа толған болар еді. Мархабат Байғұт Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты және түркі әлеміне қызмет сыйлықтарының лауреаты, барыс, құрмет, парасат ордендерінің иегері. Туындылары Біріккен Ұлттар ұйымы қолданатын 6 тілге аударылған және де басқа да шет тілдеріне тәржімаланды. Мархабат Байғұт оңтүстік өңіріндегі Түлкібас ауданының тумасы. Өз туған жері Тауып-Стелі ауылының сұлу табиғатын жырлаған көркем сөз шебері. Содан да болар жазушы туындыларында сыршыл әуен лиризмі басым. Прозасынан киік оты, жалбыз иісі аңқыған, қазақи мінезге көмкерілген сол ауыл адамдарының өз табиғатына сай мінезін көреміз. Мен оңтүстіктің иісін сағынсам, Мархабат шығармаларын оқимын деп жазған екен классик жазушы Дулат Исабек. Мархабат Байғұт ағамыз оңтүстік өңірінің мәдениетін, әдеби ортасының бәрінің бір ұйытқысы, ақсақалы, ағасы ретінде бізге сондай қадірлі болды. Ол кісі ұстаз ретінде болды, ағамыз болды, жол сілтеушіміз болды. Ол кісінің жаңағы сондай қарапайымдылығы, үлкен ба, кіші ма, жас па, кәрі ма қарамайтын, сондай әр адам өзінің керегін ала білетін, көп сөйлемейтін, енді төгіліп тұрған шешен еді ғой кісі. Шешені өзіне тартып алатын, сөйлеген кезде енді сондай тілі біресе удай ащы, біресе балдай тәтті, сондай ғажайып тұлға болатын. Талай төгіліп сөйлеген сөздерін көрдім. Сол шешендік ол кісінің жаңағы сол өзінің стилінде де көрінді. Әсіресе ол кісінің соңғы еңбектерінің бірін Ақтолғайды мен оқып, бір ғажайып туындының дүниеге келіп жатқан процесін басқасында болдым. Қазірде де болашақта да ғажайып туынды деп айта аламын. Классикалық, нағыз классикалық Мархабат ағамыздың өзінің нағыз май тамған шеберлігін көрсететін туынды. Әдебиетші ретінде де, тұлға ретінде, қазақтың баласы ретінде іздейміз, сағынамыз. Биыл Мархабат ағамыздың 80 жылдығына орай біздің оңтүстік өлкесінде көптеген іс-шаралар өтіп жатыр. Маған арналған мен де бір өлеңімді оқып берейін. Сөз сұрыптау мәзірің, айтасың сөз қышқылын, бір ұртыңда әзірлің, бір ұртыңда мысқылың, доланалы жалқыра, жусан жалғыз шалқыған, әңгіменен бұрқырап, киік оты аңқыған, махаббаттың ақтаңы алып ұрса төзбесің, тас кекіре батқанын ғашық болсаң сезбессің, оқысаңыз шартарап, тұра алмайсың қызықпай, инженерде мархабат, шаруа бас мұжықтай,
ақиқатқа жүгініп, тағдырларға қарайсың, микроскоппен өңіліп, сезімдерді жанайсың, жорға жүйрік желіспен желдіресің тоқтамай, жігіттейсің келіскен, боялған сәл ақсамай. Мархабат Байғұттың шығармалары кітапханаларда түрлі әдеби кездесулер мен кештер ұйымдастыруға негіз болды. Аяулы қаламгер өмірінің соңына дейін кітапханадан қол үзген жоқ. Кітапханамызда өткен талай кештердің ұйытқысы сыйлы қонағы болды. Кітапхана туралы оқу залы Күрпесайдағы кітапхана кітаптарын жазды. Мархабат ағаның рухымен сырласу. Іздеймін сізді ақиық шыңдар маңынан, көктемнің гүлді күздердің сары бағынан, көңілді жүдеу жұбатпақ болып әуремін, кеудеме менің моншағы мұңның тағылған. Келмеске кеткен сапарың сенің сан сұрақ, шыдамың кейде кетеді ол да қалжырап. Орманы ойдың адасқан шақта қиналып, өзіңнен аға сүйеніш таптық жол сұрап. Кездерде сондай серпіліс іздеп бір дүркін, кеткенде бір сәт уайым қошып жыр шіркін. Аумалы шақтар сызатып жара көрсінсе, қам көңіл бізді сергітті талай күн күлкің. Қош болғын аға, мәңгілік енді қош болғын. Ғасырлар мынау өтсе де іздер дос жарқын. Естелік ессе айтамыз жиі кештерде, алыпты сендей ақтары біздеп жас толқын. Жалғасын тауып сүреді өмір дастаның, сезеді бәрін көктеңі тәңір аспаным. Жұмақтан енді бересің дәріс біздерге, күлеккен сайын биіктеп сенің асқарың. Жалғанды мынау қатыгез тұрған мыңқ етпей, ертіміз сірә жазылмас шіркін сыр шертпей. Арқадан қағып шуақты сөзін айтатын, өзіңдей аға біздерге қазір тұр жетпей. Дәл осы оқу залында Мархабат ағамыздың ізі қалды. Оқырмандарына жымия қараған нұрлы бейнесімен шешендікке толы өнегелі сөзі қалды. Кітапхана оқу залына иісі сіңген рухы қалды. Санаға сілкініс әкелетін ол ішкі рухани дүниеміздің байлығы. Оның бастау көздері кітап оқу, білім алу. Әр жүздесулерде мұны Мархабат ағамыз жиі айтатын. Кітап әлемнен алыстаған ұрпақтың болашағы бұлыңғыр, келешегі күңгірт деп те мақала жазды. Иә, Мархабат аға туралы өткен шақта сөйлеу, болмысын бағамдау әрине оңай емес. Бір жұбанарлығы ұлт әдебиетінің дамуына өлшеусіз үлес қосқан бірегей тұлға Мархабат Байғұттың соңында рухани қазынаға айналған мол мұра қалды.